Достар, мына сайтты қарайтын болсаңыздар, нахалява $1 табуға болады екен. Осы сайтты көру үшін видеоны до конца көріңіздер. Достар, ол үшін менің YouTube арнама тіркеліп, осы видеоға лайк басып, сонымен қатар адекватный коммент жазып кетсеңіздер болады. Одан кейін видеодегі вкладкада керемет схемаларды көріп, интернеттен қалай ақша табуға болатынын бақылай аласыздар. Батырманы басамыз, мына жерге email адресімізді, одан кейін пароль создавать етіп қайталаймыз, confirm деген жерге. Копрон деген жерге обязательно менің реф ссылкамдағы кодты немесе ссылка арқылы тіркелсеңіздер болады. Сол кезде ғана сіздер $1 ала аласыздар. Одан кейін логин деген батырманы басамыз, мына жерге қазір жазатын боламыз. Қарап отырсаңыздар, менің балансымда $0, себебі мен ешкімнің ссылкасымен кірген жоқпын. Сонымен қатар бұл жерде минималды сумма $5 басталады. Бұл жерде қалай ақша табамыз? Бұл жерде біз трафик шашу арқылы яғни ақша табамыз. Қарайтын болсаңыздар, мен не арқылы кіріп жатқаным, сонымен қатар активным емес пе, және IP неден тұрады. Бұл жерде ең алдымен download деген батырманы басамыз. Мына жерге көрсетіп тұрады не істеу керектігін, бірақ қарамаймыз. Мына жерде қарайтын болсаңыздар, Google Play-ден, iOS-тан, яғни любойынан скачать етіп ақша тауып берсеңіздер болады. Download for iOS деген батырманы басып, осындай Play Market немесе сордан осы жерден скачать боласыздар. Одан кейін Open деген батырманы басатын боласыздар. Міне осылай приложение арқылы, яғни приложениенің ішінен ғана шаша аламыз. Немесе сіздерде компьютер болатын болса, яғни компьютердің өзінен шаша берсеңіздер болады. Ол үшін мына жерде мынаны басамыз. Share Internet деген батырманы басамыз. Қарайтын болсаңыздар, Pounds app is starting деген батырманы тұрады. Яғни интернетке қосылып жатыр деген сөз. Сонымен қатар Keep Screen On деген батырманы басып, әшейін телефонды қойып кетсеңіздер болады. Ал енді қарайтын болсаңыздар, You are now earning, яғни іске қосылды деген сөз. Жасыл свет жанды. Бұл жерде енді қарайтын болсаңыздар, яғни достарымызға бөліссек те болады. TikTok, басқа да желілер арқылы Survey деген батырманы, бұл енді өзім жөнді түсінбедім. Бірақ қарайтын болсаңыздар, міне досқа 10% яғни тапқан несінен. Мысалы 1 гигабайт істейтін болса, ол 0,1 гигабайт, яғни сізге қосылады деген сөз. Яғни бұл проценттен жақсы табуымызға болады, егер жақсы накручивать ететін болсақ осы сайтта. Ол үшін Generate Your Shark деген батырманы басамыз. Link деген батырманы басып, досымызға жібереміз, екеулеп таба берсеңіздер болады. Бұл жерде осылай табамыз. Одан кейін Request Payout деген батырманы басатын болсаңыздар, бұл жерде яғни Webit-ті қазір көрсететін боламын. Менде әлі шығарған жоқ, себебі бұл новый проект болғандықтан өзіме. Міне Payment Methods деген батырманы басамыз. Міне қарайтын болсаңыздар, PayPal-ға, сонымен қатар Bitcoin-ға, мына жерде басқа да нелерге бар екен, покупка жасағанға. Бірақ бізге қызық емес, бізге тек ақша шығару қызықты. Егер де сіздерде PayPal аккаунт болатын болса, PayPal-ға шығара берсеңіздер болады. Мына жерде контурды обязательно өзгерту қажет, егер бар болса. Бар екен, міне Bitcoin деген батырманы басып салайық. Қарайтын болсаңыздар, min fee $1,5 шығаруымызға болады екен. Яғни fee 0%. 0%, яғни процент ұстамайды деген сөз. Минимальный сумма, мысалы $1 сізге келсе, сіз $0,5, яғни істеуіңіз қажет, табуыңыз қажет. $0,5 ол өте қиын тірлік емес, сондықтан да таба алсаңыздар болады. Мына жерге Here деген батырманы басып, адрестерімізді тіркейсіздер. Мысалы Bitcoin адрес деп тұрады. Мысалы мен Trust Wallet-ке кіремін. Осы жерде Bitcoin деген батырма тұр екен. Получить деген батырманы басам, скопировать етем. Мына жерге адресімді жазам. Update деп. On time passcode дейді. Бұл жерде маған айтып тұр достар, яғни осы не аккаунтқа келді верификация деп. Міне Pounds app-тан confirmation code деген келді. Қазір жазатын боламыз. Мынаны скопировать етеміз. Authentication деген батырмасы. You setting your upload successfully. Dismiss деген батырманы басамыз. Міне дұрыс, яғни тіркеліп қойды деген сөз. Бұл жерден біз $5 ол PayPal-ға шығарады деген сөз.
Сонымен қатар достар, менің телеграм арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл жерде мені қарайтын болсаңыздар свежий төлейтін проекттерді көрсететін боламын, яғни ешқандай лохранительный проекттер емес, мошеннический төлейтін ғана сайттарды, сонымен қатар жұмыс жасап жатқан сайттарды көрсететін боламын.